Бұрын адамдар динозаврларды баяу әрі ақымақ деп ойлайтын. Бірақ қазіргі ғылым соншалықты алға жылжыды. Біз динозаврлар туралы өте көп нәрсе білеміз. Мысалы, біз динозаврлардың жалаңаш болмағанын, және бәрі бірдей қауырсынды болмағанын білеміз. Шын мәнінде, динозаврлар туралы қоғамдық көзқарас өзгергенімен, адамдардың көбі әлі де ежелгі фауна, әсіресе динозаврлар жайлы көптеген нәрседе қателеседі. Мысалға, ең танымал тираннозавр рексті алайық. Бұрын адамдар оны ақымақ, баяу және жалаңаш деп ойласа, қазір көпшілік оны күшті әрі қауырсынды жыртқыш ретінде елестетеді. Оны қауырсынмен бейнелейтін көптеген арттар бар. Бірақ бұл заманауи көзқараста қате. Тираннозавр рекс қауырсынды болмаған. Оның қауырсынды туысы наногзавр болған. Бірақ ол әлдеқайда кіші және әлдеқайда суық климатта өмір сүрген. Ал тираннозавр және оның басқа туыстары, мысалы дасплетозавр немесе альбертозавр, жылы климатта өмір сүрген. Бұл тираннозавридтердің барлығы қауырсынды болмаған, өйткені олар белсенді жыртқыштар әрі жылықанды болған. Ал қауырсындар ондай жағдайда тек кедергі жасап, онсыз да жылы дене температурасын одан әрі қыздырып жіберер еді. Бұл жай ғана бос болжам емес. Бұған нақты дәлелдер бар. Тираннозавридтердің көптеген тері іздері табылған. Солардан денесінің әртүрлі бөліктерінде арқасынан бастап, тұмсығына және аяқтарына дейін қауырсын болмағаны анық көрінеді. Сондықтан егер біреу сізге жалаңаш рекс туралы көзқарас ескерген, ол шын мәнінде қауырсынды десе, ондай адамды позер деп атап, әңгімені жалғастырмай-ақ қоюға болады. Өйткені динозаврларды шынымен білетіндер Ти-рексте қауырсын табылмағанын біледі. Жануарлар әлеміне және эволюцияға қарасақ, барлық тіршілік иелері энергия мен қоректік заттарды сақтауға тырысатынын көреміз. Көптеген жануарлар қысқа азық жинайды, ал өсімдіктер кепкен күйінде ұзақ уақыт бойы пайдалы заттарын сақтай алады. Көптеген суреттерде оның көздері кішкентай болып бейнеленеді, сондықтан адамдар оны нашар көреді деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде тираннозаврдың көздері барлық динозаврлар арасындағы ең үлкені болған. Тіпті ол жер бетінде өмір сүрген барлық жануарлардың ішінде де ең үлкен көздердің бірі. Ол тек жақсы көріп қана қоймай, қашықтықты дәл бағалай алған және нысанаға фокус жасай алған. Яғни, ол бізден де жақсы көрген. Ғылымда әлі де талқыланып жатқан бір қызықты идея бар. Біз білетіндей, құстар, динозаврлар. Бұл рас. Ал құстар бізден көбірек түсті көреді, өйткені оларда тетрахроматиялық көру бар, ал бізде тек трихроматиялық. Яғни, біз 3 түрлі түстің реңктерін көре аламыз, ал құстар 4 түрлі түстің реңктерін көреді. Бұл олардың көру спектрі бізден әлдеқайда кең дегенді білдіреді. Олар біз ешқашан көрмеген, тіпті елестете алмайтын түстерді көре алады. Мүмкін жойылып кеткен динозаврларда да осындай көру болған шығар. Бұл нақты дәлелденбеген, бірақ егер солай болса, онда тираннозаврдың көруі адамнан бірнеше есе артық болған. Айтпақшы, адамдар бақытты, көптеген сүтқоректілерде тек 2 түрлі түс рецепторы бар, яғни олар бізге қарағанда да нашар көреді. Сондықтан кейбір қауырсынды динозаврларды ашық түстермен бейнелеу қисынды. Қазіргі құстардың арасында өте ашық түстілері көп. Тіпті бізге қарапайым көрінетін торғайдың өзі басқа құстарға өте түрлі түсті болып көрінуі мүмкін. Тағы бір қате түсінік, барлық ежелгі жануарларды динозавр деп санау. Шын мәнінде, ғылымда бірде-бір су динозавр жоқ. Сондай-ақ қазіргі құстардан басқа ұшатын динозаврлар да болмаған. Мысалы, мозазавр немесе птерозавр динозавр емес. Олар динозаврларға жақын туыс болғанымен бөлек топқа жатады. Бұл аюды мысық тұқымдасына жатқызғанмен бірдей. Динозаврлар тек кейінірек ұша бастаған, біз оларды қазір құстар деп атаймыз. Тағы бір кең таралған миф динозаврларды ешер деп атау. Динозавр сөзі қорқынышты кесіртке деп аударылады. Бірақ кесірткелер мүлде басқа топ, лепидозаврлар. Динозаврлар оларға жатпайды. Олар бір үлкен топқа, диапсидтер, кіргенімен бәрібір әртүрлі топтар. Тіпті крокодилді де кесіртке деуге болмайды. Егер атағыңыз келсе, динозаврларды рептилиялар деп атауға болады. Рептилия кеңірек ұғым. Оның ішінде динозаврлар, крокодилдер және кесірткелер де бар. Яғни, әрбір кесіртке рептилия, бірақ әрбір рептилия кесіртке емес.
Сондықтан динозаврды кесіртке деу қате, бірақ рептилия деу дұрыс. Айтпақшы, құстар да ғылыми тұрғыдан рептилияларға жатады. Күнделікті өмірде бұл оғаш естілгенімен, ғылымда бұл дұрыс. Тағы бір қызық факт, біз бүгінгі дейін динозаврлардың тек шамамен бір ғана таптық. Қалғаны әлі табылмаған. Мысал ретінде қазіргі құстарды қараңыз, олардың түрлік әртүрлілігі өте үлкен. Ал бұл динозаврлардың тек бір ғана тобы. Сондықтан динозаврлардың қаншалықты алуан түрлі болғанын елестету қиын емес. Бірақ палеонтологтар көбіне үлкен сүйектерді табады, өйткені олар жақсы сақталады. Ал кіші түрлер байқалмай қалуы мүмкін. Тағы бір қызық нәрсе, динозаврлардың қаншалықты ұзақ өмір сүргені. Ең көне динозаврлар 240 миллион жылдан астам бұрын өмір сүрген. Бұл олар аралар мен тасбақалардан да ертерек пайда болғанын білдіреді. Тіпті акулалар ағаштардан да бұрын пайда болған, бұл да шындық. Соңында тағы бір миф, тираннозавр мен трицератопс үнемі шайқасқан деген. Шын мәнінде мұндай жағдайлар сирек болған. Трицератопс шөпқоректі жануар. Ол жыртқышты көргенде шабуыл жасамай қашуға тырысқан.